аз халық бұл халықтың санын көбейтуіміз керек. Мынандай сыртқы жаудан қорғану үшін ол ешқандай дипломаттың оған қажеті жоқ. Қазақша айтқанда халықтың саны көп болу керек. Сол халықтың саны, сосын ядролық қарудан негіз бас тартпау керек еді. Өйткені қазір қорыққан заман. Сол Путин кеше не үшін қорқытты дейсің, Трамп? Сол затымен. Жақсы, енді бәрі кетсін. Не болса да көршімен жақсы болу керек. Атам қазақ, мен кіші жүздің қызымын ғой. Бостан босқа орысқа барған жоқ. Бірақ ана тіліңді, әрбір үй салт дәстүрін ұстау, ол өзімізге. Бір сосын қазаққа ғана керек. Айта береді, қазақ түрікке да, орысқа да, қырғыз ешкімге керек емес біз. Соны ұмытпауымыз керек. Сондықтан әрбір қазақ байыдың ба, хотя бы ағайын тумаға көмек. 2 миллиард. Индия халқы 2 миллиард. Одан да асып кетті. Қанша көп болса да, бұлар бөлінді білмейді. Бірліктері мықты. Сол үшін дамып жатыр. Японистар бар, француздар бар, немістер бар, ағылшындар бар, түріктер бар, көп халықтар, миллиондаған. Олар да бірікпейді. Ұлт патриоттар олар. Экономикасы да керемет дамыды, өздерінде сандары көбейіп жатыр. Біз дегені 21 ғасырда әлі жүзге бөлініп, руға бөлініп, әлі шатып жүрген азып тозған бейшара қазақ. Ана әлеуметтік желіні ашсаң шошисың ғой. Бөлінгені былай тұрсын. Бірін-бірі боқтап, аузына келгенін айтып, керей Найманды жамандап, Найман басқаны жамандап, біз батырмыз, сен қорқақсың деп ауыздарына келгенін сөйлеп, қорлап жатады. Итше талақ алып тұр ғой. Оның бәрі бос далбаса, мақтан. Оны біліп тұрмыз әрине. Вот соған неге тиым салмаймыз. Бұл жастарды аздырып бара жатыр ғой. Шын патриот деген ол ұлттың патриоты болу керек қой. Қадір жүзді кімге керек? Ұры кімге керек? Жеті атаңды білсең болды емес пе? Жоқ, мына бөлінгеніміз аздай. Содан кейін тағы да бөлінеміз ғой. Араб құл деп, орыс құл деп, мәңгүрт деп, атеист қазақ деп, текті қазақ деп. Тағы да бөлінеміз ғой. Тағы да біріміз тәңіршілдер мұсылмандарды боқтайды, мұсылмандар оларды боқтайды. Қарап отырсаң, ауыздарынан ақ кіріп қара шығады ғой. Біз қайдан дамимыз біз? Мына Америкадағы индейстер аз халық болған жоқ. Олар 50 миллионнан асқан халық болған. Солар мына кемемен келіп жүрген азын аулақ ағылшындардан, португалдардан жеңілді. Неге жеңілді? Олар да сол тайпаға бөлініп, әркім өзінің тайпасын қорғаймыз деп, ақыры түгел қырылып құл болып кетті. Мына немене тайгадағы түріктер, түркі халықтары. Әлі күнге дейін бәрі мойындарына крест алып, өздерінің тілдерін, діндерін ұмытқан. Қап-қара болып жүр ғой. Солардың бәрі түркілер. Олар да құрды. Сол бөлек-бөлек соғысамыз деп құл болды. Енді осыны оғатын кез болды ғой. Ол жетпесе біз мына тағы да бөлінеміз. Әйелдер бөлініп, күйеулерінде бағуынан қалды. Балалар ата-анасында бағуынан қалды. Ол жетпесе бір жағынан жемқорлық. Әбден азып тоздық қой. Мына құмар ойыны жастар салынып жатыр. Бардан айырылып қаңғып жүрген қанша жастар бар құмар ойыны салынып. Одан кейін міне үйленгендер айырылысып жатыр. Бірінші орынға, дүние жүзі бойынша бірінші орынға шығып кетті ғой біз айырылысудан. Тірі жетімдер мен тірі жесірлер қаптап кетті ғой. Біздің бөлінгеніміз, осылай қырылысып жүргеніміз, азып тозып жүргеніміз керек мына басқа біздің дұшпандарға, сыртқы дұшпандарға. Оларға біз керек жоқпыз. Біздің жеріміз керек, байлыққа тұнып тұрған. Ол сол байлыққа қол жеткізу үшін барлығын істейді. Еш нәрседен тайынбайды. Ақыры бізді құртады. Бізді олар құртпайды, біз өзіміз құртамыз. Уже құртып болдық уже, бәрінен айырылдық. Міне уже тілден де айырылып бара жатырмын, тілден айырылғаннан кейін болдық қой уже. Соны ұқтыру үшін алаш азаматтар арыстары қазақ оян қазақ деп шырылдап кетті ғой. Әлі күнге дейін сол үшін айтып отыр ғой, сендер құрып бара жатсыңдар деп. Соны біз қазір неге түсінбейміз?
Бірлік керек қой, қазағым ау, бірлік керек қой, құрып бара жатырмыз ғой, мемлекет ретінде, ел ретінде, ұлт ретінде құрып бара жатырмыз ғой. Соны түсінетін кез келді емес пе? Қашан қоямыз бөлінгенді. Соны жүрекпен түсінетін уақыт келді ғой. Жаңалықтан болып жатқан сұмдықты естіп жатқан шығарсыздар. Таиланд, Турция, Греция, Египет, Испания барлық жерде теңізбен мына мұхиттардың суы кейін қайтып тартылып жатыр. Ол су неге кетіп жатыр? Мына теңіздің түбіндегі бұрын болмаған үлкен балықтар үстіге шығып жатыр. Киттер, кашалоттар жағаға лақтырып жатыр өздерін. Қырылып жатыр солай. Адамдар қалай көмектесерлерін білмей жүр. Бұған көмектесу қазіргі кезде мүмкін емес. Миллиондаған, миллиардтаған ақша бөлсе де қазір түкті болмайды. Мынау су тартылды, ертең цунами бола ма екен, жоқ. Вулкандар атыла ма екен, бәр жерде бір Құдай біледі. Ол тегін емес бұның бәрі. Бұны тоқтату мүмкін емес. Бұрында міне миллиардтаған ақша бөлінді ғой. Ешқандай көмек болған жоқ. Осы жағдай бойынша мен алдында бір видеолар жібергем. Оның бірақ себебі бар. Оның барлығына кінәлі адам ниеті. Бірақ нәрсемен құтқаруға болады. Адамның ниеті түзелмей, мына табиғат түзелмейді. Мына табиғаттың барлық балансын бұзып тұрған адамның ниеті. Әлі көретініміз алда, ниетіміз түзелмесе. Қазіргі кезде адамдардың ниеттері қатты бұзылды. Мына бүкіл дүние жүзінің болып жатқан соғыстардың бәрі барлық мемлекеттер өздерінің бас пайдалы ойлағандар. Бірінен бірі жер тартып алу, мұнай тартып алу, байлығын тартып алу. Адамдардың да әр адамның ниеті солай болып кетті. Соған байланысты мына ол барлығы бірмен бірі байланысты Алла Тағала солай жаратқан. Сол табиғатқа зиян тигізіп тұр. Сол табиғат түзелу үшін біздің ниетіміз түзелу керек. Басқадай оның ешқандай емі жоқ. Оны адамдар енді кейбіреулер ұға бастады, ғалымдар. Дабыл қағып жатыр. Бәрін тоқтату керек. Рухани революция істеу керек. Адам өзін түзету керек деп. Солай болмайтын болса, адамзат құриды. Алла Тағала бір-ақ күнде жоқ болады. Мына дүниені қалай жаратты? Ниетімізге қарай, ол Құранда, бұның бәрі Құранда айтылған. Соны мойындау керек.